Қазіргі уақытта дропперлер айналысатын алаяқтық қылмыстары күн санап артуда. Дропперлер алаяқтық жолмен иемденген ақшаны өзінің банк картасы арқылы өткізіп, осы қызмет үшін сыйақы алады. Сондықтан да алаяқтардың айла малдарына түсіп қалмас үшін келесі ұсыныстарды білгеніңіз абзал. Банктер, инвестициялық компаниялар немесе құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кредиттерді рәсімдеу, мүлікті сату және өз ақшасын қауіпсіз шоттарға аудару не қарыздарды рәсімдеу нұсқауларын орындамаңыз. Құқық қорғау органдары телефон арқылы арнайы операциялар жүргізбейді. Бейтаныс адам телефон соқса, оның сізге нені және қалай айтқысы келетініне назар аударыңыз. Алаяқтар әдетте асықтыруға, шатастыруға, зардаптармен қорқытуға тырысады. Ақшаны тек қауіпсіз және сенімді төлем жүйелері арқылы ғана жіберіңіз. Өзіңіздің жеке ақпаратыңызды, әсіресе қаржылық мәліметтерді ешқашан белгісіз тұлғалармен бөліспеңіз. Өзінің дербес деректерін, деректемелерін, қолданылу мерзімдерін, банк карталарының CVV кодтарын бермеуге, аударымдар туралы түбіртектерді, сондай-ақ SMS кодтар мен кодтық сөздерді бөгде адамға бермеңіз. Жақын туыстарыңыз бен достарыңызды, әсіресе қарт адамдарды мұндай алаяқтық түрі туралы ескертіңіз. Алаяқтардан сақ болыңыз.